Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғат зоналары мен биіктік белдеулері. Бүгінгі сабақта табиғат зоналарының ең биік белдеулерінің қалыптасуы және оның таралу заңдылықтарын зерделейтін боламыз. Яғни табиғат зоналары дегенімізді қалай түсінеміз? Оның биіктік белдеуі. Табиғат зоналары дегеніміз кез келген материктің өзінің, болмаса кез келген мемлекеттің өзінің табиғат зоналары бар. Соған тоқталып өтетін боламыз. Яғни табиғат зоналары орналасуының қандай ерекшеліктері бар екенін қазір осы сұраққа жауап іздейтін боламыз. Мысалы қараңыздар, табиғат зоналарының орналасуы көбінесе сол зонаға тән өсімдік жамылғысының атауына сәйкес келеді. Мысалы тундра, орманды тундра, орманды дала және дала зонасы деп аталады. Өсімдік жамылғысының таралу сипатын ең алдымен климаттық жағдай, яғни температура мен ылғалдылықтан оның ылғалдарын анықтайтын боламыз. Сонымен қатар жер бедері, топырақ, өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесінің арасындағы зат, энергия алмасу жағдайларда өзара тәуелді болады. Кейбір табиғат зоналарына барсақ, мысалы тек бір ғана географиялық белдеуде, мысалы арктикалық шөл таралады, ал кейбір зоналар дала, шөл және саванна зоналары болуы мүмкін. Бұл жерде бірнеше географиялық белдеулерде қатар кездеседі. Мысалы қараңыздар, Қазақстанның табиғат зоналарын көріп тұрмыз, картада. Қазақстан табиғат зоналары қалай қалыптасып жатқанын. Сонымен қатар бізде тундрамен қысқаша түсінік ретінде айтып кетейін. Тундра мен орманды тундраның бір-бірінен қандай айырмашылығы бар екенін осы жерде талқылап өтейік. Яғни бізде тундра зонасын негізінен солтүстік жарты шардың арктикалық және субарктикалық белдеулерінің шегінде материктердің жағалы бөліктерін алып жатыр. Ол оңтүстік жарты шарда тундра тек Антарктиданың жағалауында, аралдарда ғана кездеседі. Бұл зонаның климаты өте қатал, күшті желдер жиі соғып тұрады. Қар жамылғысы 7-9 ай бойы сақталады. Мұндай жағдайда тек мүктіктер мен қыналар ғана өсіп шыға алады тундрада. Яғни суретте көріп тұрғанымыздай. Келесі орманды тундра. Орман мен тундраның арасындағы өтпелі табиғат зонасы ол субарктикалық деген мағынаны білдіреді. Бұл субарктикалық белдеуде алып жатыр. Оңтүстікке қарай қозғалған сайын орман үлесі арта түседі. Бұл жерде, мысалы, бұл жерде төселіп өсетін қайыңдар мен көптеген ормандар арасындағы тал мен шөптесетін өсімдіктер кездеседі. Оңтүстік жарты шарда орманды тундра зонасы тек субарктикалық белдеулерде ғана, аралдарда ғана, мысалы оңтүстік Георгия аралы ғана таралған. Яғни бізде орманды тундрамен және тундра зонасының айырмашылығы осылай. Келесі биіктік белдеу дегенімізді қалай түсінеміз? Биіктік белдеу дегеніміз, мысалы табиғат зоналарында табиғат жағдайының биіктікке қарай өзгеру заңдылығы биіктік белдеу деп аталады. Белдеулердің алмасу биіктікке қарай таудың етегінен басталады. Неғұрлым солтүстікке қарай орналасқан Скандинавия тауларында тундра, орман тундра, тайга, субтропиктік белдеулер таралуда. Бұл жерде мәңгі жасыл қатты жапырақты ормандардан бастап, мәңгі қар мен мұздықтарға дейінгі белдеулер кездеседі. Биіктік белдеу табиғат зоналарының атауларына қарайтын болсақ, міне өзі суретте нақты көрсеткен. Тайга, тропикский деп, мысалы, не өсетіндерін барлық көрсетіліп тұр. Мысалы, Қазақстанның табиғат зоналары, мысалы, орманды дала, міне дала және мына жерде несі тұр? Шөлейт дегеніміз міне тұр. Шөл дегеніміз міне өзімізге көрсетіліп тұр, қандай жерде екен, және таулы аймақтар дегеніміз міне 6-8-7 деп тұр. Бүгінгі сабақтың біз нақты сабақтарда Қазақстанның тауларының қандай биіктік белдеулер жиынтығы кездесетін шөлейт және шөл зоналарының екі жарты шарының маңыздылығын анықтайтын боламыз.